Ұнамай жүрген сөз тағы да ағымдағы жыл, өткен жыл, қазіргі таңда деген сияқты. Байқасаңыздар осының көбінде бір жоғары мінберде, ресми жиындарда сұхбат бергенде қолданады. Жоғары бір қызмет істейтін адамдар. Ағымдағы жыл бірдеме деп. Осыларға сөйтіп үйретеді ғой деймін осы. Қазақта әп-әдемі сөздер бар ғой, бұрыннан айтып келе жатқан. Өткен жыл дегенді былтыр дейді. Осы жыл дегенді биыл дейді. Иә, ағымдағы жыл деп жүр ол. Былтыр құлым биылтай бірдегедей бірде бай. Диірменнің тасындай шыр айналған дүние деп қазақ айтпай ма? Айтады ғой. Сол уақытты көрсететін тағы да қандай сөздер бар астына жаза кетіңіздер комментарийға. Осы сөздерді шамаларыңыз келсе, былтыр биыл деп біздің қазақтың әдемі сөздер қолдана берейік. Биыл міне 2024 жыл аяқталайын деп жатыр. Бұйырса 2025 жыл алда. Аман болыңыздар.